Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы піл фигурасымен танысамыз. Шахмат ойында піл фигурасы жеңіл фигуралар қатарына жатады. Шахмат тақтасындағы піл фигуралардың саны 4, оның екеуі ақ түсті, екеуі қара түсті піл. Шахмат тақтасында ақ түсті пілдер С1 және F1 торында орналастырылады. Қара түсті пілдер С8 және F8 торында орналастырылады. Шахмат ойын ережесі бойынша піл фигурасы диагональ сызықтарының бойымен жүреді. Шахмат ойында піл фигурасы қалай жүрсе, ол солай қарсылас фигураны жейді. Келесі позиция. Бұл жерде B3 торында орналасқан ақ түсті піл фигурасы F7 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасын жеп қоя алады. Келесі позиция. Бұл жерде D1 торында орналасқан қара түсті піл фигурасы қарсылас ақ түсті сарбаз фигураларын жеп қою керек. Қара түсті піл фигурасы қарсылас сарбаздарды осындай жолмен жүріп жейді. Келесі позиция. Бұл жерде H1 торында орналасқан қара түсті піл фигурасы H5 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасын жеп қою керек. Қара түсті піл фигурасы осындай жолмен жүріп қарсылас сарбазды жеп қоя алады. Шахмат ойында піл фигураларының екі түрі болады. Біріншісі бұл ақ тордың бойымен жүретін піл. Екіншісі бұл қара тордың бойымен жүретін піл. Келесі позиция. Бұл жерде С1 торында орналасқан ақ түсті піл фигурасы қарсылас фигураларды жеп қою керек. Ақ түсті піл фигурасы осындай жолмен жүріп қарсылас фигураларды жейді. Бұл позицияда қара түсті фигуралар бірінші жүреді. Қара түсті король фигурасы B8 торына жүреді. Ақ түсті піл фигурасы ладья фигурасын жейді. Қара түсті король фигурасы B7 торына жүреді. Ақ түсті піл фигурасы ферзь фигурасын жейді. Қара түсті король фигурасы С8 торына жүреді. Ақ түсті піл фигурасы сарбаз фигурасын жейді. Қара түсті король фигурасы B7 торына жүреді. Ақ түсті піл фигурасы қара түсті піл фигурасын жейді. Шахмат ойындағы осы ережені еске түсірейік. Король фигурасы қарсылас фигураны бақылауында тұрған торға жүре алмайды. Бұл позицияда D5 торында орналасқан қара түсті король фигурасы С4 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті піл фигурасы. Және де сонымен қатар қара түсті король фигурасы D4 немесе E5 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті піл фигурасы. Келесі позиция. Бұл жерде ақ түсті король фигурасы Е вертикаль сызығына жүре алмайды, себебі бұл вертикаль сызығы қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті ладья фигурасы. Және де ақ түсті король фигурасы С5 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті піл фигурасы. Және де ақ түсті король фигурасы С4, D4 және E4 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті король фигурасы. Бұл позицияда ақ түсті король фигурасы С6 немесе D6 торына ғана жүре алады. Келесі позиция. Бұл жерде D3 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы екінші горизонталь сызығына жүре алмайды, себебі бұл горизонталь сызығы қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті ладья фигурасы. Және де ақ түсті король фигурасы E4 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті піл. Және де ақ түсті король фигурасы С3 немесе D4 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас фигураны бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті піл.
Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы піл фигурасымен таныстық. Бұл дәріс сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетсеңіздер болады.